2026 жылы Түркістан облысы бойынша орташа жөндеулер және күрделі жөндеулер жұмыстары атқарып жатырмыз. Соның бірі айта кететін болсақ, қазіргі Ташкент Термез автомобиль жолы М39 деп айтылатын. Қазіргі таңда енді жоғары қабат майда түйіршікті асфальтобетон жұмыстарын төсеп жатырмыз. Қазіргі таңда жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Өйткені өзіңіздер білесіз, оңтүстік облысы болғаннан кейін қазір құрылыс маусымы бізде ерте басталды. Сол себептен биылға толық осы учаскені 24 шақырым жалпы ұзындығы, соны толық аяқтау көзделіп отыр. Бұл енді жалпы айта кететін болсақ, облыс бойынша 125 шақырымнан астам жолдар орташа жөндеумен, күрделі жөндеумен қамтылып жатыр қазіргі таңда. Орташа жөндеу өздеріңіз білесіздер, бұл жоғары қабат жолдың бұрынғы деңгейіне қайтадан қалпына келтіру. Сол мәселе жөнінде осы жерде бетон қабатының үстіне қазіргі таңда бір қабат асфальтобетон жабындысы төселіп жатыр жұмыстары. Және де жолдың ортасында бордюр нелер ауысқан толық. Бордюрдің қазір 90%-ке жұмысы толық аяқталған. Оны өздеріңіз көріп тұрсыздар. Және де қосымша жақын жерлерде аялдамалар ауылдың тұрғындарына жолға шыққан кезде қолайлы болу үшін аялдамалар біз қарастырдық. Осы жобаның ішінде бәрі қарастырылған. Енді жалпы жылдың аяғына дейін осы объектті қолданысқа тапсырамыз.